Тастанды бала. Ертеде бір ағаш кесуші өмір сүріпті. Ол орманға аңға шыққанда, ағаш басынан жылаған бала даусын естіпті. Ол ағашқа шығып баланы құтқарып алған екен. Баланы үлкен құс аузында ұстап отырыпты. Ағаш кесуші баланы үйіне алып келіп, тастанды бала деп атапты. Бала ағаш кесушінің кішкентай қызымен ойнайтын. Кішкентай балалар бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста еді. Ағаш кесушінің әйелі сиқыршы болыпты. Бір күні түнде ол кішкентай қызына: «Ертең таңертең мен қазанға су құйып қоямын. Тастанды баланы сол ыдысқа салып пісіремін. Сен ешкімге айтпа, мен не істесем, соны сен үшін істеймін». Келесі күні ағаш кесуші орманға аңға шығыпты. Сиқыршы қазандағы суды қайнатыпты, бірақ екі бала жоқ болып кеткен екен. Ол кішкентай қыз тастанды балаға бәрін айтып, бірге қашып кетті деп ойлайды. Әкесі оралғанда балаларды көрмеді. Сиқыршы әйелін ұрайын деп 3 адамды балаларды тауып келуге жұмсады. Кішкентай қыз тастанды баланы орманға алып кеткен еді. 3 адамдардың оларды ұстап алуға келе жатқанын көргенде, қыз: «О жоқ, олар бізді ұстап алады. Сен қазір кішкентай раушан бұтасына айналасың, ал мен раушан боламын, және біз ешқашан бөлінбейміз» депті. 3 адам балаларды іздеп таба алмады. Олар тек раушан бұтасын көрді. Олар балаларды таба алмаған соң ағаш кесушінің үйіне оралыпты. Олар сиқыршыға раушан бұтасын көргендерін айтыпты. Сиқыршы: «Сендер ақымақсыңдар. Сендер бұтаны және раушанды кесіп, оларды қайта әкелулерің керек еді» депті. Балалар оларды біліп жатқанын біліп, кішкентай қыз тастанды балаға айтыпты: «Егер сен мені тастамасаң, мен сені тастамаймын». Тастанды бала: «Мен сені ешқашан тастамаймын» депті. Қыз болса: «Сен шіркеуге айналасың, ал мен кілтшіге айналамын. 3 адам келгенде олар тек шіркеуді және кілтшіні көреді». Олар қайта оралып сиқыршыға таппағандарын және көргендерін айтыпты. Ол оларды ұрсып: «Сендер ақымақсыңдар, неге шіркеуді қиратпадыңдар және кілтшіні алмадыңдар» депті. Ақырында сиқыршы өзі 2 баланы ұстап алуға кетті. Ол тоғанды және үйректі көрді. Ол су ішу үшін еңкейіп, үйректі ұстамақ болды. Бірақ үйрек жақындап, тұмсығымен оның басын қысып ұстап, судың ішіне тартты. Кәрі сиқыршы суға батып кетті. Үйрек кішкентай қызға: «Тастанды бала өз қалпына айналды». Олар қуанышпен үйіне, ағаш кесушінің үйіне қайтты.